Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін көпшіліктеріңіздің сұрауымен биыл екінші тур есептерін түсіргелі отырмын. Егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз, достарыңызға жіберіңіз. Қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мен видео салған кезде сіздерге келіп тұрады, андай SMS сияқты болып. Жақсы, бірінші есептен бастайық. Бірінші есепке қарай қойыңыздар. Өрнектің мәнін анықтаңыз. Түрі өте жеңіл есеп. Бірақ енді қай жерінен бастаймыз? Міне, мына бір ортасынан бастайтын боламыз. Шамалықтар. Так, мына жерде бізде 2-ден 1-ді азайтамыз 1, 3-тен 1-ді азайтамыз 2, 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 5-тен 2-ні азайтамыз 3, 6-дан 3-ті азайтамыз 3 болады. Мына жақсан үштің бәрінен 3 шығып тұр. Енді мына жерге қараймыз. Мына жерде минус 1, 4 минус 1 мен минус 1 плюс 1 плюс болады да 5 болады. Так, 3-тен 5-ті азайтамыз минус 2, 2 минус плюс болады, 4 болады сонда. Так, 4-тен, так, 1-ден азайтамыз 4 минус 3. Мынау жақшаның сыртында на минус пен плюс болады да, плюс 3 болады. Сонда жауабымыз 6 болады екен. 6 деген жауапты белгілей қоямыз. Так, ары қарай кеттік. Келесі есеп. Так, карандаш түсіне өтіп Сарқып қарап көтті кетті. Үлкен текше 31 қара және 23 кішкентай текшелерден құралған. Төменде осы текшенің 5 беті көрсетілген. Текшенің 6-шы бетін анықтаңыз. Так, мына жерде өте оңай есеп. Мына жерде санау керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 қара бар. Енді ақтан қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ақ бар. 27 қара бар. Бізде жалпы міне 31 болу керек. 31 болу үшін 27-ге 4 жетпейді. Біріншісінде 4-ден артық, екіншісінде тоже қарамыз 4-ден артық. С нұсқасында тоже 5. Так, Д нұсқасын 1, 2, 3, 4. Мынау ағы қарасы кеп тұр. Ағы 18, бізде 23 болу керек. 5. Так, 19, 20, 20, 22, 23. Келіп тұр, иә? Міне, Д нұсқасы жауап болады екен. Ары қарай кеттік. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Теңсіздікте так, бір ғана айнымалы бар екен. Минус 0,7 2. Кіші немесе мәйкен қосамыз 1 болады, иә? 1, мынау 3 келесі бетке барған кезде минус 3 болады. Минус 0,7 x кіші немесе тең минус 2 болады. 2-ні бөлеміз 0,7-ге қанша болады, балар? Былай жазылайық. Мынаны былай жазсаңыздар болады. Минус 7 бөлінген 10 деп жазатын болсақ, минус 2. Мына 2 минусқа бөліп жіберетін болсақ, бізде мынау теңсіздіктің белгісі қарама қарсыға ауысады. Яғни минусты минусқа бөлем плюс болады. Значит, мынаған көбейтемін. 20 бөлінген 7 болады екен. Жауабы теңсіздік белгісі ауысқан е болады екен, иә? Түсінікті ғой, мына жерде сұрақтар бар болса, қоя отырыңыздар. Барлық сұрақтарға жауап беремін. Ары қарай кеттік. Комментарийда қоясыздар, сұрақтарыңыз. Берілген сандарды өз суретіне қойыңыз. Так, мына жерге жаза берейік. 5 бөлінген 6 үлкен ба? 7 бөлінген 9 үлкен ба? Екеуін алдымен салыстырып, қайсысы үлкен? Так, былай көбейтетін болсақ, мынаны көбейтеміз 45, былай көбейтеміз 42. Значит, уже көрінді, мынау кіші екен, иә? Бірінші 7 бөлінген 9, еді ответ жазылмай кетіпті ғой. Келесісі 5 бөлінген 6 мен 17 бөлінген 19 салыстырайық. Мынаны көбейткенде қанша болады?
Біз так 95 болады, иә, 95. Мынаны былай көбейтетін болсақ, 17-ні 6-ға, так, 60, 60-қа 42. Значит, бізде қайсысы үлкен болды балар? Бізде так, 42 қосылған анау 102 болады, иә? 102 болады. Оның бәріне қажет былай бөліккен кезде. Значит, мынау үлкен болады. Сонда келесі 5 бөлінген 6, былай көбейткенде келесі 17 бөлінген 19. Осы нұсқасы барды белгілейтін боласыздар. Так, ары қарай кеттік. Төменде көрсетілген суреттерде ақ және қара шаршылардан құралған фигуралар бар. Әр келесі фигура жолдар мен бағандардың саны алдыңғы фигурадан 2-ге көп. 7-ші фигурада қанша қара шаршы бар екенін анықтаймыз. Так, мына жерде бізде біреу қарая. 1, 2, 3, 4, бұл жерде 5-еу, неде біреу, неде 5-еу. Мына жақта нешеу екен? Так, жалпы мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 қара бар, иә? 13 қара. И ағымыз 12 мына жерде санайтын болсақ, мына жерде 4-еу бар екен. Мына жерде ағымыз жоқ, иә? Сонда бізге нені сұрап тұр? 7-ші фигураны сұрап тұр. Ол үшін біз алар. Так, мынау 1-дің квадраты. Мынау бізде 5-дің квадраты. 1, 2, 3, 4, 5. Жоқ, мынау бізде 9 шаршы ғой. 9 шаршы, 3-дің квадраты. Мынау бізде 5-дің квадраты. Солай кетер, келесі 7-ның квадраты. Содан кейін бізде 7-ден кейін тағы 2-ні қосамыз, 9-дің квадраты. 11-дің квадраты. 13-дің квадраты. Так, бізге 7-ші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші тұрған сан мынау, иә? 13-дің квадраты, ол бізде 169. Әр келесі фигура жолдар мен бағандардың саны алдыңғы фигурадан 2-ге көп. 7-ші фигурада қанша қара шаршы балды. Так, мына общий, жалпы мындай текшелерден құрастырылған. Осының ішінде ақ пен қараның саны анықтау керек. Біз біріншілерге қарайық, мына қара 1, ақ 0. Мына жақта 5-еу, мына жақта 4-еу қосқан кезде 9 болып тұр. Мына жерде 25 болып тұр, иә? Дәл осындай осы 7-ші тұрған санды анықтап алдық. 13. Значит, мына жерде 2 көршілес санның қосындысы. Мына жерде формуламен шығарсақ та болады. n плюс 1 дейтін болсақ, мына жерде есептейтін болсақ, 2n тең 168, n тең қанша болады? 84. 84 пен 85, иә? Значит, 85 қара, 84 ақ. Мынау ақ, мынау қара. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Қара сұрайтын болса, значит, бізге қара бізде 84. Так, өрнекті қысқартыңыз. Мына суреттің качествосы өте нашар екен. Біз дәрежеге арналған есеп балар мынау. Так, x-тің 10 дәрежесі көбейтілген. Мынау бізде көбейтіліп тұрса, дәрежесі көбейтіледі. X-тің 2 мен 3-ті көбейтеміз 6. Мына жақта x-тің 5 дәрежесі көбейтілген x-тің минус 2 дәрежесі. Так, егер негіздері, мынау бізде негіздері көбейтіліп тұрса, дәреже көрсеткіштері әртүрлі болса, олардың негізін жазып, дәрежелерін қосамыз. 10 қосылған 6 бөлімінде дәл солай жасайтын боламыз. 5 көбейтіліп тұрса, олар дәрежелері қосылады. Қосу минус 2. 3 жерде есептейміз. X-тің қанша дәрежесі? 16 дәрежесі бөлінген x-тің плюс пен минус болады да, x-тің 3 дәрежесі қалады. Негіздері бірдей, дәреже көрсеткіштері әртүрлі болса, олар бізде азайтылады екен. Значит, x-тің 16 дәрежесінен 3 дәрежесін азайтамыз. Ол кезде x-тің 13 дәрежесі қалады екен. Ол бізде С жауабы.
дәл осындай дәрежеге қатысты есеп, жетінші есепті қарай қойыңыздар. Так, бірінші мына жақшаны орындаймыз міндетті түрде. Ортақ бөлім бізде 4а квадрат. Маған а квадраттан маған 4 тең болады, дұрыс па? Сонда мына жерде а куб азайтылған 8. Не себептен а куб? Себебі бізде мына а квадрат көбейтілген а. Негіздері бірдей, дәреже көрсеткіші мына жерде бір дәреже бар. Негіз деп отырған мына а. Негіздері бірдей, дәреже көрсеткіштері әртүрлі. Олар қосылады дәрежелері. Көбейтілген 8а квадрат бөлінген 7. Так, а квадрат пен а квадрат қысқарады. Ары қарай 4-ке 1-ден мынаған 2-ден. Сонда бізде 2а куб минус 8 бөлінген 7. Осындай жауап шығады екен. Ары қарай мынаны ықшамдап өзгертуге де болады, бірақ бізге осы күйінде қала берсе болады. Немесе мына жерде жақшаны ашып жіберейік. Негізі соңғы жауап жақшаны ашылған күйінде болады. 2а куб минус 16 бөлінген 7 болады екен. Ары қарай кеттік балалар. Шешімін тап дейді. Мына есептің жауабын берілген екен. Біріншісі жақшада ешқандай бізде алдында минус тұрған жоқ, плюс тұрған жоқ. Сол себептен жай жақшаны аша саламыз. d куб плюс 2d квадрат плюс 3. Енді мына минус жақшаның ішіндегі әрбіріне әсерін тигізеді. Яғни қарама қарсы таңбаға ауыстырады. Минус d квадрат плюс d, минус d-ның плюс d. Таңбасы плюс болса, ол минус болады. Минус 3 болады. Сондай ары қарай ұқсас мүшелер біріктіреміз. Мен көріп тұрмын. Плюс 3, минус 3. Олар қысқарады. Ары қарай d куб, ешқандай d куб жоқ бұл жерде, сосын оны жазып қоямын. d куб. 2d квадрат бар, неде 1d квадрат бар. Азайтатын болсам, 1d квадрат қалады, таңбасы плюс болады. 2d квадраттан 1d квадрат азайтсам, 1d квадрат қалады. И плюс d. Осы d куб. Ответ С болады екен. Ары қарай кеттік. Көрнек деген айдам. Ені 15 сантиметр болады. Қағазды екі кішкентай тіктөртбұрыш қиып алынған. Қиғаннан кейін қағаздың периметрі 82 болды. Қиғанға дейінгі ұзындығы нешеге тең болғанын анықтау керек дейді. Так, жақсылап сұрақтың берілген оқу аламыз балалар. Одан кейін барып, сол сұрақтың жауабын табуға тырысайық. Міне. Ені 15 сантиметр, мына көрініп тұр 15 сантиметр екені. Так, бізде енді белгісіз мүше мына бір жер қояды, мына бір жерді анықтамасақ болады. Мына жер 7, мына жер 3, 15 болса, мына жер значит 5 болады. Так, қиғаннан кейін қағаздың периметрі мына қиып тастаған қағаздың периметрі 82 сантиметр. Значит, мына жерде мына бір жерді білмейміз. X деп алайық. Мына жерді бөліп алайық та, қазір бізге мына жер керек болады. Значит, мына жерде 8 болады. Біз мына бір бөлікті білмейміз, балалар қараңдар. Мына жерді білмейміз, мына жерді білмейміз. Қалған жердің бәрінің мәні анық. Мына бір жерді біз не деп алсақ болады? Мына полный x болатын болса, значит, x-тан 13 азайтсақ, мына жер шығады, x минус 13. Енді осының барлығын қосайық. X қосылған 15, қосылған артқа былай қарай кетеміз. Сағат тіліне 13, қосылған 3, қосылған 8, қосылған 5, қосылған 8, қосылған x минус 13, қосылған 7. И осының бәрі менде неге тең балалар? Осының барлығы менде 82-ге тең екен. Осы жерден на x пен на x-ті қосылсақ 2x шығады. Мынаны қосайық 13-ке
15'ti қосамыз, қанша қалады? 13-ке 15'ти қосамыз, 28, 28-ге 3-ті қосамыз, 31, оған қосамыз 8-ді 39, оған қосамыз 5-ті 44, оған қосамыз 8-ді 52, 52-ден азайтып тастаймыз 13-ті, оған қосамыз 7-ні 46 болады екен. Сонда мына бір жердің бәрін есептесек, сонда 46 тең 82. 2x тең 82-ден 46-ны азайтайық. Шығады 36. Осы жерде x-ті анықтап алатын болсақ, 18 шығады екен, иә? 18. Мына x 18-ге тең екен. Значит, мынау бізде 18, мынау бізде 15. Қиғанға дейінгі қағаздың ұзындығы неше болды? Ұзындығы 18 болды. Ұзындық мынау ғой бізде. Түсінікті деп ойлаймын. Төмендегі суретте бір-біріне қырымен жалғанған 3 болатын 4 текше көрсетілген. Пайда болған конструкция бетінің ауданын анықтаңыз. Беттің ауданын анықтау үшін балалар бізде барлығы белгілі, иә, мына жерде. Бірінші мынаның бетін анықтап алайық. Мысалы, мына бір жерді басқа түспен жазайыншы, көрінетін қандай түспен. Балалар, мына жерді анықтап алатын болсам, мына жер көрінбей қалып қалған. Мынаның бір бетін, мынау кубтың бірінші шаршы ғой, иә? Шаршы. Осының ауданын анықтап алайық. Бір бетін ауданы. 3-ті көбейтеміз 3-ке ғой, дұрыс па? Осы жерден бұл менде мынаның 6 жағы бар, осының полный бір аудан тауып алайыншы бірінші. Мынаның 6 жағы бар, иә? 1, 2, 3, мыняқта көрінбейтін тағы да 6 жағы бар. Текшенің 6 жағы бар. Көбейтеміз 6-ға, сонда 9, 9-ды 6-ға көбейтемін, 54 болады, иә? 54 болады. Менде осындай текшеде нешеу? Міне, 1, 2, 3, 4. 4 текшеге, 4 текше. Значит, 54-ті көбейтемін 4-ке. Шығады екен, балалар. Қанша шығады? 216 шығады екен. 216 шығады. Келесі есеп. Төмендегі график дүйсенбі мен жұма арасында кітап оқу клубына келген оқушылар санын көрсетеді. Дүйсенбі күні келгендердің саны көрсететін баған көрсетілмеген. Мынау жоқ деп тұр сіздерге. Егер жұма күні келгендердің саны бейсенбі күні келгендердің 28%-ға артық болса, бейсенбі күні қанша оқушы келген? Так, мынау, так, қараңыз. Мынау бізде 100% болатын болса, мынаған 28-ге артық. Значит, мынау бізде 128% болып тұр. Мына 100% оқушының. Бізге мына жерді графикпен жұмыс жасауды анықтауымыз керек. Так, мына жер бізде 2000 мен 1000-ның арасы неше бөлік? 1, 2, 3, 4, 5 бөлік. Значит, әрқайсысы 1600, 1700, 100-ге көбейіп отыр ғой. Значит, мына бір үзік сызықпен мына жұма күні келгендердің саны 1600 екен. Бұл бізде 1600, 128%. Бізге 100% неше екендігін анықтау керек. 100% неше екен. Значит, x тең болады. 1600-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 128-ге. Осыны есептесек, бейсенбі күні келген оқушылардың санын анықтайтын боламыз. Сонда қанша болады екен? Бағандап бөліңіздер. Бағандап бөлген кезде менде 1000 уақытын астамай қойын, 1250 оқушы болған екен. 1250.
Келесі қызық есепке мән берейік. Мектепте 100 оқушы бар. Олардың арасында ағылшын тілін оқып жатқандар 42, француз тілін 28, неміс тілін 30, неміс және француз 8, ағылшын және француз 10, неміс және ағылшын 5, үш тілді де барлығын оқып жатқан оқушылар саны 3. Ал осы үш тілінде ешқайсысын оқымайтын оқушылар саны қанша? Так, бізде үш тіл берілген, Эйлервен диаграммасын пайдаланатын боламын. Так, мынау бізде біреусі болсын. Так, мен кез келген түспен сыза берейін. Так, келесі тіл. Мына үшінші тіл сызып қояйын. Так, мынау бізде ағылшын тілін оқып жатқандар саны 42. Ағылшын мына жерде 42 деп жазып қояйын. Сосын француз тілін, екінші қызыл бізде француз болсын, ол 28. Және де сары бізде неміс тілі болсын, неміс тілін 30 оқушы бөліп жатыр. Мына сарының ішінің барлығы 30 болу керек. Қазір екі тіл білетіндерден азайтып тастаймыз. Немесе вообще идеальный вариант негізі мына жерден бастау керек. Үш тілді де оқып жатқан, міне үш жағы әртүрлі түспен белгіленіп тұр ғой. Үш жер міне үш тілді де біліп жатқан. Неміс және ағылшын. Неміс және ағылшын. Мына жер бізде 10 болу керек. Неміс және ағылшын. Мына жер жалпы 10 болатын болса, мына жер значит 7 болады. Оннан 3-ті азайтып тастаймыз. Ары қарай келесі неміс және ағылшын. Ағылшын және француз. Ағылшын және француз. Ол бізде ағылшын және француз. Мен шатастырып кеттім балалар. Мына жерден бастап қарайсыздаршы. Неміс және француз тілін 8. Неміс және француз 8. 3-ті азайтып тастаймын. 5 болады. Себебі мына бір жер общий 8 болу керек. Ары қарай кеттік. Ағылшын және француз 10 болу керек. Значит, мына жер 7 болады. Мына полный 10 болу керек. Так, неміс және ағылшын 5. Неміс және ағылшын 5. Значит, мына жер 2 болады. 3-тен азайтып тастаймын. Барлығын 3-тен азайтып тастаймын. Енді маған мына жерден мынаны азайтып тастау керек. Минус. Так, 10, 12-ні азайтып тастайтын болсам, сонда тек таза ағылшын білетіндердің саны жалпы 42, таза ағылшын білетіндердің саны 42-ден 12-ні азайтам 30. Так, таза француз білетіндердің саны так, 10, 15, 28-ден 15-ті азайтамыз балалар. Қанша болады? 13 болады. Таза француз білетіндер 13, және де таза неміс білетіндер 30 болса, мына жерде 10, 20 болады. Жалпы мына жерде жалпы оқушылар саны 100. 100-ден азайтамыз енді. Мына жер бізде 42 қосылған. Мыналар бізде қанша балалар? 28 қосылған. Бір балалар не істеп жатырмыз? Қайта қосып жатырмыз. Мына жерде көріп тұрған санның бәрін қосып шығасыздар. 30 қосылған, 2 қосылған, 3 қосылған, 2 қосылған, 5 қосылған, 13 қосылған, 20 қосылған. Есептестер осы жерден. 42. Сразу записала. 42 қосылған, 20 қосылған, 13 қосылған, 5. Жақшаның үшін қосқанда 80 шықты. 100-ден 80-ді азайтамыз 20. Үш тілдің ешқайсысын оқымайтын оқушылар саны 20 екен балалар. Эйлервен диаграммасына байланысты менде каналында тапсырмалар бар. Орындап, тапсырмаға жауаптарын қарасаңыздар болады. Қалай шыққанын осыға дейін дайындалып, сіздер біледі деген ойдамын, Дәулет диаграммадағы 9 шеңбердің ішінен 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қайталанбайтындай етіп, және әр түзуді 4 санның қосындысы тең болатындай етіп толтырғысы келді. Осы қосындығы нешеге тең болады? 1-ден 9-ға дейінгі сандарды қою керекпіз.
1ден 2, 3 осы 9-ға дейін сандап қою керек. И былай қоссақ та, былай қоссақ та, былай қоссақ та бізде не шығу керек балалар? Қосындысы тең болу керек. Подбормен қосып көреміз. Жақындау болатын. Мен алдын ала есептегенде 20 шығу керек. Так, мына жерге өздеріңіз қойып көрсеңіздер де болады. Бұл негізі қатты бір нені талап етпейді, есептеуді талап етпейді. Мысалы, мына жерге 9-ды қойсам, қанша болады? 11. 9 мен 4-ті қойсам, мына жерге 8-ді қойсам, 8 мына қарай болады. 8-ді қойсам, 6-ны қойсам. Значит, мына жаққа 7-ні қоюым керек болады. 7-ні қоя алмай мына жаққа. Мына жаққа өйткені 5 бар. 7-ні, значит, мына жаққа қойып қояйын. Қанша болып тұр еді? 15, 20 болып тұр уже. Алтыны қойсам, так, 11. 11-ге 8 қойсам, мына жақта 1 бар, иә. Былай қойсам, мына жақта 7-ні қойсам, 3 қана қалып тұр, иә. Барлық сандардың қосындысын қойған кезде былай қостық. Былай бағанда 20, мынау бағанды қоссам 20, и мынау бағанды қоссам да 20 шығып тұр. Значит, мен бағанды осылардың үшеуін былай орналастырған кезде 20 шығады жауабы. Мынандай есепті осы видеодан қарап жаттап алыңыздар. Өрнектің мәнін анықтаңыз. Есеп өте жеңіл. Так, бірінші неден орындауды бастауды білсек болды. 999-дан 9-ды азайтамыз. 900. Қанша болады? 900 болады. Оған 9 қоссам 909. Тақшаның ішінде біз қайсысы бірінші келіп тұр, соны есептейміз, иә? Так, 900 қосылған 9. Бөлінген 9 тұр, иә? 909-ды бөлеміз 9-ға, шығады менде 101. 101 бізде Е жауабы екен. Ары қарай кеттік балалар. Келесі есепке қарайық. Шашылардан құралған фигураның боялған аумағының периметрі 84 см болса, бір шашының ауданын табыңыз дейді. Боялған бөлік деген мынау ғой, мына жер. Осы боялған бөліктің ауданы. Так, мына жер бір бөлігін біз мысалы А деп алсақ, осында неше А бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 А бар екен. 14 А, олардың бәрі бір-біріне тең, иә, балалар? 14 А-ны периметрі 84-ке тең. Осы жерде А тең болады. Екен аларды қосып шыққан кезде 84 шықты дейді. Значит, бір А-ның ұзындығы неше екен? 84-ті 14-ке бөліне ме екен? 84-ті бөлеміз 14-ке. Шығады 6. Значит, бір қабырғасы 6-ға тең екен. Мынау қабырға 6-ға тең, мынау қабырға 6-ға тең, мынау қабырға, мына жер 6-ға, мына жер 6-ға, бір квадрат қой ол. Сол үшін бір қабырғалар 6-ға тең. Бір шашының оңай екен ғой есеп. S-тен болады. 6-ның квадраты 36. Қайда екен 36? Келесі есепке мән берейік. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Так. Әдемі есеп екен. Екеуін көбейтсек 72. 72 шықты. Екеуін көбейтсек міне 28. Екеуін көбейтсек 54. Значит, сұрақ белгісінің орнына алсам 4-ке тең. Так, ары қарай кеттік. Еспол, Дархан, Айдана, Айзере, Руслан кезекте тұр, иә? Еспол Дарханнан бұрын, бірақ Русланнан кейін. Еспол жазып қойын. Еспол Дарханнан бұрын. Значит, Дарханнан тұр, иә? Бірақ Русланнан кейін.
Бірақ Русланнан кейін. Ха, 10 minutте. Ха. Есбол Дарханнан бұрын, балалар кешіріңдер, иә. Есбол Дарханнан бұрын. Бар кезекте тұр. Русланнан кейін. Есбол Дарханнан бұрын тұр. Дарханның алдында тұр ғой, значит. Бірақ Русланнан кейін тұр. Русланнан кейін. Айдана мен Руслан көршілес тұрған жоқ. Айдана мен Руслан. 10 көте тұрайық. Ал Айзере Русланмен де, Есболмен де, Айданамен де көршілес тұрған жоқ. Айзере бізде ең алдында тұр, значит, иә. Айзере. Айдана Русланмен көршілес тұрған жоқ. Значит, Айдана мына жақта тұр, иә. Айзере Русланмен де, Есболмен де. Значит, тұр. Мына жерде кезектің ортасында кім тұр дейді. Алармен түтін есепті қайттан шығарайыншы, шатасып қалдым. Есбол Дарханнан бұрын. Бірақ Русланнан кейін. Ең бірінші Руслан тұр, иә. Русланнан кейін тұр. Айдана мен Руслан көршілес тұр. Айдана мен Руслан көршілес тұрған жоқ. Айдана. Ал Руслан көршілес тұрған. Айзере Русланмен де, Есболмен де, Айданамен де. Значит, нерде Дархан бар, нерде Айзере бар. Значит, нерде Есбол бар, иә. Көршілес тұрған жоқ. Кезектің ортасында кім тұр? Айдана тұр. Айдана тұр. Ары қарай кетті. Самал шұжық жеп отырған 4 мысықты суретке түсіріп алды. Кейін Самал оларды тағы бір рет түсіріп алды. Әр мысық өз шұжығын тоқтамай және бір қалыпты жылдамдықпен жейді. Қай мысық бірінші жеп бітіреді дейді. Так, біз мына жердегі кусоктарға қараймыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде 5 кусок бар. Мынада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кусок бар мынада. Пока бірінші суретте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кусок бар мынада. Мынада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кусок бар. Екінші суретте олар қаншасын жеп бітірді? 1, 2, 3-еуі қалған. 3-еуі бар. Қаншауын жеп қойды? 2-еуін жеп қойды. Мынада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, 7-еуі бар. 5-еуін жеп қойды ма? 12 еді ода. Так, мынада снежок 1, 2, 3, 4, 5. 5-еуін жеген. 5-еуі бар. Қаншауын жеп қойды? 3-еуін жеді, иә. Мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ауы бар. Нешеуін жеп қойды? 4-еуін жеп қойды. Барлығын қатынас қой балалар. Қайсысы неше минутта жеп бітірді? Немесе қайсысы ең көбісін жеді деген сияқты. Қайсысы 1 минутта қайсысы көп жеді? Мынау мысалы 7-еу жеп қойған. Енді мына жерде точностында болу үшін мына жерде есепке салайық. 3-ті 2-ге бөлеміз. 1,5. 7-ні 5-ке бөлеміз. Қанша болады? 1,4, иә, по-моему, 7-ні бөлеміз 5-ке. Так, мына жерде 5-ті 3-ке бөлеміз. 1,6 болып кетпей ме, иә? 1,6. Былай, ерексіз қоя салайын, периодты бөлшек бұл.
Так, мына жерде тоже 1,5. Значит, жұмыс істегендеріне байланысты 1 минутта қайсысы тез жейді бізге? Мынау тигриша деген тез жейді екен. Ары қарай кеттік. Теңсіздіктің барлық бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз. Так, мына жерде есептей салайық. 3х үлкен немесе мына жаққа жіберген кезде 13 болады. Так, мына жерде минус 2х үлкен. Так, 3-тен 20-ны азайтсақ, минус 17 болады. Дальше есептейтін болсақ, 13-ті 3-ке бөлеміз. Қанша болады? X үлкен немесе тең қанша болады? 4 жазсайшы, 13 бөлінген 3. Мына жерде x-іміз таңбамыз ауысады, өйткені минусқа бөлейін деп жатыр. Ауысады. 17-ні 2-ге бөлгенде 8,5, иә балар? 8,5. Енді бүтін сандарды таңдықтауымыз керек, иә бізде. Теңсіздің барлық бүтін шешімдерінің қосындысын тап деп тұр. Мынау бізде қараймыз балар. Ауаралық. 13-ті 3-ке бөлсек, бізде 4,3. 4,3 боялатын болсақ, осыдан 8,5 айдың. Былай қарай кетеді. Ал бізде 8,5 боялмайды. Осы екеуінің аралығында 5,6, 7 және 8 бүтін болады. 15, 16, 26 бола ма қосындысы? Алады қос деп тұр ғой. 26. Жақсы. Балалар, осымен бүгінгі күнге аяқтайық, иә. Ары қарай келесі есептерді келесі неде талқылайтын боламыз. Келесі сабақтарда талқылайтын боламыз. Келесі видеода талқылайтын боламыз. Қазір мына жерде видеоға стоп қойып, 20-шы және 21-ші есептерді шығарып, комментарийға жауабын жазсаңыздар болады. Жақсы. Егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыз. Жақсы, сау болыңыздар балалар.